Баршаңызға қайырлы күн, құрметті 10 сынып оқушылары, арнама қош келдіңіздер. Бүгінгі сабақта 10 сыныпқа арналған 3-тоқсанның номер 2 БЖП тапсырмаларын орындайтын боламыз. Міндетті түрде арнама тіркеліп, достарыңызбен бөлісіп кетіңіздер. Жалпы БЖП тапсырмасы 20 минутқа беріледі. Бірінші тапсырма рейтинг бөлімі. Read the text and choose the correct options. Нанотехнология бойынша осы мәтінді толықтай оқып, түсініп оқуларыңызға кеңес беремін, ал мен тапсырмалардың жауабын көрсетейін. Бұл тапсырмаларда сіздер дұрыс вариант таңдау керексіздер. Бірінші тапсырма: Nanotechnology as a science is unknown for the other. Яғни C варианты дұрыс, мәтін бойынша. Екіншісі: Nanotechnology helps to build whatever we wanted. It's дұрыс жауабы A. The author is amazed by this fact. Үшіншісі: Nano-sized robots could treat diseases. Дұрыс жауабы B and C болады. The author is surprised by this fact. The author is happy about this fact. Төртіншісі: According to the author, nanotechnology is a promising field. Дұрыс жауабы A варианты болады. Және осы рейтинг бойынша екінші тапсырма: Which paragraph answers the following questions? Біріншісі: How could we use nanotechnology to manufacture things? Дұрыс жауабы B. Екіншісі: What is nanotechnology? Дұрыс жауабы A. Осымен бізде рейтинг тапсырмасының сұрақтары аяқталады, жауаптары. Келесі тапсырма бізде writing тапсырмасы. Write your opinion on to the topic. Will robots have any ability to think? Write one detailed paragraph. Төмендегі дескрипторды сақтай отырып, Will robots have any ability to think атты тақырыпта шағын мәтін жазу керексіздер. Ал ендеше мен сіздерге өзімнің жауабымды оқып берейін. Humans have the ability to think about their action before they act. For example, if a person is about to kick a ball, they may wonder where the ball will go and how likely it is they will have to move to the ball's new location. Robots, especially those that are not equipped with advanced artificial intelligence, are typically incapable of doing this, and they are often programmed to perform simple tasks. A team of researchers at the University of California, Berkeley, have determined that robots can be capable of such perception. To prove it, they have developed a new robotic learning technology that enables robots to think ahead in order to figure out how to manipulate objects they have never encountered before. Яғни сіздер өздеріңіздің шағын мәтіндеріңізді мына критериялар бойынша сақтау керексіздер. Біріншісі: Write your opinion. Өз ойыңызды жазу керексіз. Include reasons and examples. Себептермен және мысалдар жазу керексіз. Use linking words. Use topic-related vocabulary. Яғни сол тақырыпқа байланысты жаңа сөздерді қолданып жазу керексіз. Use future active and or passive and or future continuous. Future simple, future continuous, future passive, active. Осы грамматикалық ережелерді сақтай отырып жазу керексіздер. Осымен бізде БЖП тапсырмасы аяқталады. Жалпы БЖП балы 13 балл. Осы шағын мәтінді құрастыру және рейтинг бойынша, мәтін бойынша тапсырмаларды жасау керексіздер. Сіздерге түсінікті болды деген ойдамын. Міндетті түрде арнама тіркеліп, достарыңызбен бөлісіп, алдағы уақытта ТЖП тапсырмасын жібермеуіміз үшін тіркеліп, колокольчик батырмасын басып қойыңыздар. Келесі кездескенше қош сау болыңыздар оқушылар. Сіздермен бірге болған Инкутуб арнасы.